Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге отбасыма арнап пісіріп жүрген нанның рецептін ұсынамын. Ең алдымен қайнаған жылы суға құмшекерді, тұзды, ашытқыны және майонезді қосып венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Майонездің орнына қаймақ немесе сары май қоссаңыз болады. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға ашытқылы жылы суымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Нанымызды илеген соң жылы суға қолымызды сәл ғана батыра отырып, 4 жерінен ішіне қарай қайтарып қайта илейміз. Нанның бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа көтерілуге қалдырамыз. 2 сағаттан соң нанымыз міне осылай көтерілді. Енді противеннің бетіне тефлоновый коврикті төсеп, жиналмалы сақинамызды сұйық маймен майлап шығамыз. Егер сізде нанды бір уақытта пісіріп алатындай мүмкіндік болмаса, онда өзіңізде бар кез келген формада нанды 2-ге бөліп пісіріп алсаңыз болады. Формаларды майлап болдық, енді нанымызды саламыз. Ол үшін жылы суға қолымызды сәл ғана малып, нанымызды теңдей 2-ге бөліп формаларға орналастырамыз. Нандарымыз формамыздың шетіне тиіп тұратындай қолымызбен осылай сәл ғана басып шығамыз. Бетін таза орамалмен жауып, 30 минутқа бөлме температурасында көтерілуге қалдырамыз. 30 минуттан соң қызып тұрған пеште 220 градуста 25 минут нандарымызды пісіріп аламыз. Толықтай піскен нандарымыз формасынан оңай ажыратылады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Мақпал Бауыржанқызы. Арнама жазылуды ұмытпаңыз.